Кейде таңертең ұйқыдан тұрғанда қолымыз үйіп қалады, немесе телефон ұстап ұзақ отырғанда түнде оянып кетсе, қолды сезбей қаламыз. Бұл қалыпты жағдай ма, әлде қауіпті аурудың белгісі ме? Қай кезде алаңдау керек? Қолдың ұюы нені білдіреді? Бүгін осы сұрақтардың бәріне толық нақты мысалдармен жауап беретін боламыз. Қолдың ұюы медицинада парестезия деп аталады. Бұл кезде шаншу, ине сұққанда сезім, күйіп тұрғанда немесе қол өзінікі емес сияқты сезіледі. Бұл жүйкенің уақытша немесе тұрақты қысылуынан пайда болады. Ең жиі кездесетін қауіпті емес себептерді бірге талдап көрейік. Бірінші, ұйықтап жатқандағы дұрыс емес қалып. Егер қолдың үстіне жатып қалсаңыз, басыңызды қолыңызға тіреп ұйықтасаңыз, онда қан тамырлары мен жүйкелер қысылады. Оянғанда қол үйіп бірнеше минутта өзі кетеді. Бұл қауіпті емес. Екінші, телефон, компьютерді ұзақ ұстау. Қазіргі заманда өте жиі кездесетін фактор болып табылады. Телефонды бір қалыпта ұзақ ұстап, компьютерде тінтуірді сағаттап пайдалану бұл өте жиі кездесетін жағдай болып кетті. Әсіресе саусақтар білезігі үйді. Бұл туннель синдромының алғашқы белгісі болуы мүмкін. Үшінші, суық тию. Суықта тамырлар тартылып, қан айналымы баяулайды. Сол себепті қол ұйиды, ағарады, мұздап кетеді. Енді қауіптірек себептерге келетін болсақ, омыртқа мәселелері өте маңызды себеп. Мойын омыртқасында жүйке қысылады, қан дұрыс бармайды. Белгілеріне келетін болсақ, қол жиі ұйиды, мойын иық ауырады, бас айналады және көз қарауытады. Әсіресе бір қол ғана ұйыса, омыртқаға назар аудару керек. Келесі синдром ол туннель синдромы. Бұл көбіне жас аналарда, компьютермен жұмыс істейтіндерде, тігіншілерде көп кездеседі. Көбіне түнде қол ұйиды, саусақтар жансызданады және таңертең ісінгендей болады. Себебі білезік тұсында жүйке қысылады. Келесі, қан айналымының бұзылуы. Егер қан қою болса, қысым жоғары болса, холестерин көп болса, онда қол жиі ұйиды, суық болады және әлсіздік сезіледі. Келесі себебі витамин жетіспеушілігі. Әсіресе В1, В6, В12 топтарының витаминдері жетпесе, жүйке дұрыс жұмыс істемейді, ұю жиілейді, әлсіздік, шаршау болады. Жаңа босанған әйелдерде жиі кездеседі. Қауіпті белгілерге келетін болсақ, дереу мына жағдайда дәрігерге көріну керек. Егер қолдың ұюы күнде қайталанса, бірнеше сағат кетпесе, сөйлеу бұзылса, бет қисайса, қол әлсіреп қалса, бұл инсульттің белгісі болуы мүмкін. Енді үш жағдайында не істеуге болады? Ұйқы қалпын өзгерту, қолға жеңіл массаж, жылы суға салу, компьютерде үзіліс жасау, жеңіл жаттығу. Жаттығу мысалы саусақты ашып жабу, білезікті айналдыру, иықты көтеріп түсіру. Қорытындылай келе, қолдың ұюы кейде қалыпты, кейде ағзаның көмек сұрауы болуы мүмкін. Ең бастысы жиі болса, елемеуге болмайды. Уақытында тексерілсе, бәрі оңай шешіледі. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыз және пікірге сұрақ жаза кетіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Келесі видеода кездескенше.